Автоөндірушілер жаңа көлік өндірген кезде олардың тек қана екі-ақ жолы бар. Бірінші жолы қарапайым жаңа шанақ, жаңа кузов, жаңа салон, жаңа нарыққа жаңа көлік алып келеді. Екінші жолы бұрынғы шанақтағы көлікті алады да, әріптерін өзгертіп, біз жаңа көлік шығардық деп нарыққа жар салады. Солардың бірі міне Infiniti QX80. Алдыларыңызда тамашалаңыздар. Кеттік! Отсу флораның кетішімде, отсу бір күні төгіме жетет. Ал әзірше күлі күтілт болды күлтім, бүттім, өкен бүттім. Мен білмейм ертең не күтет, іспен оларым бірдеңені өзгетет. Мен келдім өткен дөрттен, өттім түрлі өткелдім, тіпті жетілмедім. Пәтерлерді бір бөлмелі емдел, ескі аяқ киімдерді желімде. Шайқап өзге ұлт өкілдерін өзімнің тілімде, өзімнің елімде, міне кереме. Біздер қазақтар кез келген нәрсенің үлкен болғанын қалаймыз ғой, кең үй, үлкен көлік, үлкен әйел, ой. Жалпы мынау Infiniti көлігі сол қазақтың параметріне, талғамына, құндылығына сәйкес келетін көліктердің бірі. Бүгін біз бұл Infiniti'дің құпиясын ашамыз. Неге бұны көлікті мінеді, неге бұны талғайды, неге қандай құндылықтармен адамдарды өздеріне баурап алады. Мен осы көлікті шоу жасамас бұрын, осы көлікті айдайтын адамдардың барлығынан сіздер неге бұл көлікті алдыңыздар деп сұрақ қойдым. Олардың басты айтқан себептері бұл көлік біріншіден сенімді дейді, екіншіден универсалды, үшіншіден іші кең, төртіншіден салонның енді былай айтқан кезде комфорт жағынан барлық толық комплектацияда болғандықтан адамдар бұны комфортты болған үшін таңдайды екен. Қадірмен достар, одан кейін мен осы көлікті сататын маркетологтардан сұрадым ғой. Бұл көліктің негізгі аудиториясы кім? Бұл көлікті кімдер алады жалпы деп сұрағанымда, маркетологтар Қазақстанда жылына 150-200-ге жуық Infiniti сатады екен. Оның негізгі аудиториясы, қадірмен достар, тыңдаңыздар, 35-55 жас аралығындағы ер кісілер, олардың үйленген, бала шағасы бар, жылына табысы 30 миллион теңге. Негізі ол адамда бір компанияның егесі, немесе партнері, немесе бір байдың баласы. Жалпы сондай аудитория осы көлікті негізі мінеді екен. Көліктің ішкі салоны бәсекелес, осы санаттағы көлік, жол талғамайтын көліктердің арасында оқ бойы осып тұр. Осы кезде айтуларыңыз мүмкін, Данияр, бұдан басқа да көліктер бар ғой, мәселесі мысалы Land Cruiser бар, Cadillac Escalade бар. Cadillac Escalade бар емес пе деп айтуларыңыз мүмкін ғой, бар. Бірақ олардың осымен бағасы салыстыратын болсақ, жермен көктей. Мысалы, мәселен 2014 жылғы осы Infiniti көлігі қазіргі таңда нарықта 15 миллион теңгеге алуға болады. Ал осы санаттағы тағы да жол талғамайтын көліктер бар. Крузак болсын, Escalade болсын, оны осыдан мысалы 25-30 миллион теңгеге алуға болады. Сол үшін сіз егер қалтаңыздан артық ақша шығармай, орта есеппен алған кездегі ақшаға мықты комфортты көлікті мінгіңіз келсе, бәлкім бұл да жарасып кетер. Бұл көлік кішкентай кезінде троллейбус айдауды армандаған адамдардың көліктері сияқты. Неге демесеңіз, бұл көлікте биік отырасыз, масқара. Енді алдыңғы шанақпен, алдыңғы QX56 мен салыстырған кезде өзгерген, алдыңғы решеткасының радиаторлы кеңейтілген. Қарасаң сұмдық алып, енді мына жаққа кетіп барады, мына жаққа кетіп барады. Менің ойымша осы кезде жапондықтар бұл жерде радиатордың решеткасын кеңейту арқылы металдан кішкене ақша экономдаған сияқты. Алдыңғы шанаққа, алдыңғы жаңағыдай QX56-ға қараған кезде міне тұманға қарсы шамдар өзгертілген, решетканың радиаторлары өзгертілген, мына жердегі LED шамдар қосылған, қатты өзгеріс жоқ. Жалпы Infiniti QX80 Nissan Patrol платформасында құрылған. Бұл жерде енді қарайтын болсаңыз, алып 22-лік дисклер бар. Енді бұл сұмдық, өзі алып көлікке алып осындай дисктер әдемі көрінеді. Мына жерде 5/6 деген осының қозғалтқыштың көлемі анықталатын жерлер. Осылай келе ешқандай өзгермеген, өзгергені достар. Артына ораламыз, артына оралған кезде алдыңғы QX56 пен салыстырғанда бұл QX80 осы жер ғана қатты өзгерген, қалған жерінің барлығы сол QX56-ның шанағында.
Жалпы ағайындар білесіздер ғой, Infiniti жалпы көлігі Nissan компаниясының негізгі маркасынан саналады. Бұл көлікті түсінбеймін енді. Infiniti QX56 деді, одан кейін Infiniti QX80 деп шығарды. Жалпы Q деген не мағына білдіреді, не үшін олай қойды белгісіз. Енді бұл люкс санатындағы көліктер болғаннан кейін бұл естігенді қалыңдау, дұрыстау болу керек деп ойлаймын. Мына қараңызшы мынау. Дауысты бір жұқа, бір Mazda, Suzuki'дің көліктерінің есіктері сияқты маған енді көңілімнен шыққан жоқ. Ал достар, көліктің 5-ші есігі туралы, артқы багажник туралы айтатын болсақ, мына жерде электронды ашылады. Кнопкасын басасың. Өзі бүйтіп ашылады, күтіп отырасыз. Артына қараған кезде енді бұл көлік өте кең ауқымды көліктердің қатарына жатады ғой. Егер мына орындықты жатқызсақ, оның ал жағындағы орындықты жатқызатын болсақ, 3000 литр сиятындай ауқымды үлкен көлікке жатады. Алдында достар естеріңізде ме? Копейкада жатады, оғанда жатсаң болады деп айтып едік қой. Мына жерде жататын болсаң, аяқ қолыңды созып қойып, үрмелі бір матрасты алып келіп тауға кетіп қалып, бір апта бойы жанұяңмен барып керемет демалып қайтуға болады. Енді артына келетін болсақ, мына жердегі тетіктер арқылы жоғары, төмен, мына жерде зарядтауға болады. Кәдімгідей барлық комфорттары бар. Жалпы көліктің негізгі проблемасының бірі бұл көлік жаманнан соғар. Енді шығын дегенді басқа көліктерден қарағанда көбірек асайды, аппетиті өте қатты. Жалпы қала аралықта бұл көлік 25, 27, 28 литрге дейін басқаңызға байланысты жесе, егер үлкен тас жолында 120 км қашықтықта жүретін болсаңыз, 15 литр жейді екен. Бұның бағы 100 литр, бір құясыз, сөйтесті бір 300-400 км жүресіз. Егер қыстың күні жүретін болсаңыз, бір от алдырып, жарты сағат тұратын болсаңыз, қалтаңыз кішкене ғана жұқарады. Бұл көліктің қозғалтқышы туралы бір-екі ауыз айтатын болсақ, қозғалтқышы қарапайым V8 атмосфералық V-образный мотор, ешқандай проблемасы жоқ деп те айта алмаймыз. Себебі бұл көлік салоннан шыққаннан кейін 100 000 км аралықта бұның цебі бар, цебі созылып кетеді, ауыстыру керек. Қалған жерінде бұл айтқан кезде қозғалтқышында атап айтатындай ешқандай бір проблемасы, аурулары жоқ. Ішіне барып көрейік, қандай бізді қуанышты сәттер күтіп тұрғанын қазір көретін боласыздар. Ал көліктің ішкі салонына кіретін болатын болсақ, ішкі салоны отырған кезде бірінші сезім өте керемет. Іші кең, аяқ қолыңды созып емін-еркін отырасың. Бір қараған кезде өте керемет, жайлы. Мына жерге қарасақ, бірінші рет айтатын, мына жерде өте ағаш көп. Осы ағашты бір ойлаймын, басқа жерге қосып тағы да бір көркейтуге болатын еді, біраз шығын болған. Екіншіден айтатын болсақ, мына жерде рульдік жылытқышы бар. Бұл минустарын айтып жатырмын қазір. Мына жерде рульдік жылытқылары, бірақ осы қыстың күні ойлаңыздаршы, қолыңыз қатып, ой, менде рульдің жылытқышы бар деп тетікті басып қолды жылтатын кезде, мына жерде ағаш қой. Рульдің жылытқышы мына іш жағында сонда қолыңды бүйтіп алып ішіне деп отырасың ба, мысалы, сол жағы ыңғайсыз. Және де мына орындықтың астын жылытатын, артымызға жылу беретін осындай керемет тетік бар, өте кішкентай, ыңғайсыз. Және мына жерде бұрайтын нәрселер бар. Кезде суық берсең болады, ыстық берсең болады. Өте ыңғайсыз, өте кішкентай қылып жасаған, осы жері маған ұнаған жоқ. Одан кейін айтатын болсақ, мына көліктің кілті. Қараңыздаршы, ешқандай машинаның кілтіне ұқсап тұрған жоқ па? Бұл люкс санатындағы жол талғамайтын Infiniti QX80. Ал бұл көліктің кілті Nissan Qashqai, Nissan Note, Nissan қандай бар? Барлық Nissan көлігінің кілттері осындай. Ағайындар, бұны біз 5-6 миллион емес, 15-20 миллион теңгеге алып комфорт сезінеміз деген адам енді бұл кілтті кішкене 50-100 доллар қосып, мына бір комфортын жасасаңыздар болатын еді. Одан кейінгі минустарын тізбектейтін болсақ, бұл көліктің акустикасы туралы айтатын болсақ, Bose акустикасы 80 жылда шығарылған, өте бұл айтқан кезде бюджеті аз, эконом классқа шығарылған акустика. Сол себепті бұл люкс санатындағы классқа Bose акустикасы келмейді. Не үшін деп айтасыздар ғой? Мен негізі мамандығым бойынша достар дыбыс режиссермін. Сол себепті қазір музыкасын бір дыбыс естіген кезде бірден дауыстары бір қышқыл, жұтыңқы бір пишалкалары бір дұрыс шықпайды. Себебі бұл көлікке бұл Bose акустикасы келмейді. Одан кейінгі 4-ші минус айтатын кезек, мына артқа әйнек бар ғой, артқа қарайтын әйнек. Қарап тұрсыз ба?
бір нәрсеге ұқсамай ма, бір үлкен бір УАЗ көлігіндегі бір әйнекке қойып. Мына жерінде ұзындығы өте кішкентай, ең ұзында мына жерін кішкене үлкейтуге болар еді. Сол кезде менің ойымша бір жақсы көрініс арттан көрінуге болатын еді. Әрине енді көлікті барлық минустарын тізбектей бергеннен бері мен сіздерге біраз плюсын айта кетейін. Мына жерде басқа көліктерде жоқ. Енді бұл көлік толық комплектациядағы көлік болғаннан кейін мына жерде бір мынандай құпия тетігі бар. Әсіресе қыстың күні өте сізге көмектеседі. Қыста байқайсыз ба, курткамен бүйтіп отырып аласыз, қалың киініп алып отырасың, бір кезде терлейсің, ыстық болып кетеді, аяғыңнан ыстық жел болады. Егер сіз осы кнопканы, осы тетікті басатын болсаңыз, былай айтқан кезде ыстық жел жоғары қарай ұрып, адамның комфортына жылу беру жүйесі өте керемет жұмыс жасайды. Сол себепті мен плюс ретінде осы тетікті айта кетсем болады. Одан бөлек бұл көлікте барлығы бар, енді мультируль дейді. Бұл жерде 360 градустағы камера алды артында барлығын көруге болады. Бірақ өкінішке орай артқы камерасының сапасы мен ойлағаннан төмен. Одан бөлек бұл көлікте қосымша осындай сағат бар. Старт-стоп деген тетік арқылы кілтсіз басқара аласыз. Орындықтың астында жылытқыш, артқы орындықтардың артында жылытқыш. Енді мына жерде люк барлығы бар. Енді отырған кезде өзіңді емін-еркін, қолайлы, бір биік, өзіңді бір қандай сезініп, жайлы сезінетін бір керемет күйге береді. Көліктің артқы орындықтарына отыратын болсақ, енді кеңдігі жағынан бұл көлікке тең келетін көліктер өте аз Қазақстан нарығында. Жалпы бұл көлікке айттық қой, Lexus 570, Land Cruiser 200-дік көліктері осы қатардағы, осы санаттағы көлікке жатады. Артқы орындыққа отырсақ, мына жерде мультимедиа бар. Өзіңіз бөлек қосып, мына жақта да бөлек қосылады, мына жақта да бөлек қоссаңыз болады. Бір ұзақ сапарға шығатын кезде бір фильміңізді көріп, асықпай емін-еркін демалып, балқып барсаңыз да болады. Мына жерде артқы жылытқыштары бар, кондері бар, климат контрольдері бар. Мына жерде қоқыс тастауыңызға болады. Және мына жерде шынтақ қойып, мына жерге кішігірім бөтелкелеріңізді қойып, ұзақ сапарға шықсаңыз болады. Керемет үлкен шынтақ қойғышы бар. Енді не дейміз, ұзақ сапарға шықсаңыз артында қысылмай емін-еркін отырасыз. Және де бұл көліктің 3-ші қатары бар. Ол жерге тағы да 3 адам сияды, бірақ енді кішігірім. Мен енді мына 3-ші қатардағы орындыққа отырдым. Енді өзімді жайлы сезінемін деп айта алмаймын, себебі аяқтарым мына алдымдағы тіреліп тұр. Бірақ менің ойымша бұл артқы орындықтарға жас балаларды, 5-ші класс, 6-ші класс оқитын балалар отыратын болса, өте ыңғайлы. Мына жерде шындақ қоятын жерде бар. 3-ші қатардағы орындықты менің ойымша өте аз қолданатын сияқты. Жол талғамайтын көлікті шынымен жол талғамай ма? Көрейік, сынап көрейік. Қазір бақылаңыздар, керемет болады қазір. Көліктің салмағы 2-де 8 болғанына қарамастан көлік өте динамикалық қозғалады. Орнынан алған кезде енді дауысты көрдіңіз бе, қараңыз? Енді керемет енді. Бұл өз санатындағы көліктердің қатарына санаған кезде оқ бойы озып тұр деп ойлаймын. Себебі біздің Қазақстан нарығында, жалпы СНГ нарығында бұл көлік әлі бағаланбаған. Ал сіздер білесіздер ме, Дубайда, Араб әмірліктерінде бұл көліктің құны биік жүреді. Себебі ол жақта жол талғамайтын көлік қатты бағаланады. Бізде бұл көліктің автобөлшектері сәл қымбат болғанына қарай, одан бөлек жаңағы жылдық салығына қарай бұл көліктің бағасы бізде өте арзан десем де болады. Бұл көліктің қазіргі бағасы 15 миллион, 16 миллионға тұрса, ал жылдық салығы қазіргі таңда 550 мың теңге. Енді жылына 30 миллион теңге табатын адамға 550 мың теңгеден не өпті? Бұл көліктің тағы да бір айтатын нәрсесі стабилизациясына арнайы система қондырған. Сол себепті сіз жол талғамайтын жерде жүрсеңіз де, өзіңіз былай айтқан кезде емін-еркін сезініп отырасыз. Бір артықшылығы қаланың ішінде, болмаса ауылда айдасаңыз да адамдардың барлық назары сізге ауады. Қалада жүрген кезде алдындағы немесе шеттегі, арттағы адамдар бұл көлікті сырып алмайын, бұл көлікке жақындап кетпейін деп алшақ жүреді. Бұл айтқан кезде бұл көлік автоматты түрде сізге қалада жүргенде, басқа жерде жүргенде статус сыйлайды. Бұл көліктің енді айдаған кезде габарит ұзындық кең. Кішкентай көліктер сияқты былай маневр
тез жасай алмайсың. Егер маневр жасағың келсе, алдын ала жоспарлауың керек. Егер бір жерден озатын болсаң, алдын ала жоспарлауың керек. Себебі бұл енді қалыпты көліктерге қараған кезде айырмашылығы өте көп. Кейде ойлайсың, 25-30 литр жесе де, зато бұл қандай комфорт сыйлайтын көлік. Мына көліктен озып көрейік. Дауысын қандай көрдіңіз ба? Шынымен де көңілге сыйлайтын көлік. Мен бұл көлікті бұрын соңды айдамағанмын. Осы көлікті қазір шоу жасардың алдында кішкене айдадық, қалада жүріп айдадық. Енді менің болашақта алуыма мүмкін көліктердің қатарына қосып қойдым десем де болады. Қадірменді ағайындар, өзінің кішігірім минустарына қарамастан бұл көлік өзінің санатында оқ бойы озып тұрған көлік деп мен ойлаймын. Себебі бар болғаны 15 миллион теңгеге сіз жол талғамайтын керемет көлікті алып, ішінде үлкен кеңістікпен қоса керемет комфортты сезінетін боласыз. Ағайындар, біздің тайдай басқан арнамызды қолдап, астына пікір қалдырып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Әлі алда керемет шығарылымдар болады, керемет көліктер болады, керемет тюнингтер болады. Тамашалаймыз, қызық болады. Ендеше, ассаламу алейкум.